Ассаламнан басланады һәр бір күніміз, шүкір дейміз тыныш аспан, тыныш еліміз. Ана ватан біз үшін жәннети бостан, қайырлы таң дейміз, ассалам Қарақалпақстан. Ассаламу алейкум қадырданлар, ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің әзиз ықласпентлері. Ассаламу алейкум әзиз достар, қалбі жақсылыққа толы әзиз замаласлар. Қайырлы таң дейміз. Бүгінгі басланып атырған күніңіз әуметлі һәм берекетлі болсын деген жақсы тілеклерменен көрсетуімізді баслау алдында тұрыппыз. Демек, бүгін 20 май, бүгін әрбір замаласымыз ұлыма жақсы күллерін, туылған күллерін, бақытлы күллерін белгілеп атырған болуы мүмкін. Мұрат, осындай замаласларымызды ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсету атынан шын жүректен құтылып қаламыз. Осы орында сахна құрушымыз 21 жылдан бері осы телевидениеміздің рауажлануына өзінің үлесін қосып кетірген ағамыз Бақберген Утамбетовті да бүгінгі туылған күніменен шын жүректен құтылықлаймыз. Әлбетте ағамызды құтылықлаймыз, һәм сонымен біргелікте бүгін туылған күні белгілеп атырған бәрше замаласларымызды шын жүректен құтылықлаймыз. Әлбетте, демек бүгінгі күніңіз әзизлер жақсы һәм қайырлы істерге толы болсын деп, ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің бүгінгі күнгі санын баслаймыз. Мұрат, бүгін Ахметлі сәне 20 май бүткіл дүния жүзінде сол пал-харрелер күні. Демек, бұл сәне жүді Ахметлі, себебі Ахметлі болмағанда Бірлескен Миллетлер Шөлкемінің бас ассамблеясының қарары менен 2017 жылдан басылап белгіленбей тұғын еді, солай емес пе? Дұрыс айтасыз, бұл кішкене ғана жәнліклердің біздің өмірімізде тұтқан орны айрықша. Әлбетте, демек, сол пал-харрелер хақында бір қызықлы мағлуматлар менен басыласақ, бүгінгі көрсетуімізде, демек, пал-харрелер, Мұрат, қызыл реңді көрмейді. Олар қызыл реңді қара рең деп көреді. Олар сол біз har күні давамында сол пал-харрелер, сол паллардан бір-екі қасық көп мұғдарда пайдалануымыз, бұл денсаулығымыз үшін зиялы екендігін де біз көрсетуімізде сол телетамаша көйлерімізге айтып өтуіміз тиіс. Дұрыс айтасыз, соныңмен біргелікте және пал-харрелер хақында бір қызықлы факт. Бір пал-харресі өмірі давамында тек қана бір шай қасық мұғдарында палды жинай алу имканиятына ие екен. Соныңмен біргелікте демек бізде 1 килограмм пал жинау үшін 10 мыңнан зият пал-харрелер минет етеді. Интернет тармақларында оқып қалдым, дүния жүзінде 20 мыңнан аслам сол пал-харрелердің бүгінгі күнде түрі бар екен. 20 миллионнан аслам сол уақыттан берілі пал-харрелер біздің өмірімізде өзінің бір пайдалы сол тәреплерін денсаулығымыз үшін өзінің пайдалы тәреплерін тигізетіғын екен. Әлбетте, келің онда гүлайым. Бүгінгі көрсетуімізді айын өсі пал-харрелер хақында таярланған видеоролигіміз бар, сонымен біргелікте басла-басақ. Мархамат. Азиз телетамаша көйлер, біз har күні ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсету арқалы сіз әзизлер үшін бір тема дөңгелегінде сол меймандарымызбенен сәубетте боламыз, һәм сол бағдарда сюжетлер, роликлер даярлаймыз. Демек, біз бүгін пал-харрелердің пайдалары, оны қай жерлерде біз пайдалануымыз керектігі хақында сондай сұрауларға жауап табу үшін студиямызға меймандарды мұрат еткенбіз. Айне меймандарымыздың бірі біздің студиямызға жетіп келген. Мұрат, мархамат, таныстырып өтсеңіз. Әлбетте, ерте таңменен студиямызға мейманымыз жетіп келген Зайнап Түлеубаева, Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіс филиалы зооинженерия кафедрасының оқытушысы. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум, һәммеге қайырлы таң, бүгінгі күніңіз берекетлі болып өтуіне тілектеспен. Демек, байрам мүбәрек болсын, Зайнап апа. Демек, осы орында 20 май халықаралық сол пал-харрелер күнінің ахметі хақында сәубетімізді басасақ, қашаннан баслап белгілене басылаған, мақсеті не тикарынан бұны белгілеудің? Дұрыс айтасыз, 20 май бұл сәне бекарға таңланбаған. Себебі бұның келіп шығу тарихына тоқталатын болсақ, пал-харрелшіліктің, заманауи пал-харрелшіліктің, яғни айтып өтетұғын, тикарын салушы 18 әсірлерде жасау өткен славен пал-харрелшісі, яғни Антон Янша туылған күні 20 май. Сол мұнасебетпенен ұсыны хүрметіне Бірлескен Миллетлер Шөлкемі тарапынан 2017 жылы
қарар қабыл етіліп, һәм осы яғни палхарелердің планетамызда тұтқан орнына ітібар қарату мақсатында сол қарар қабыл етіліп, һәм сол күннен бері осы күнге шейін әрбір мемлекетте яғни сол палхарелердің атқаратын вазипалары, олардың жаңағы айтып өткеніміздей іскерлігіне ітібар қарату мақсаты һәм оларды қорғау мақсатында сол күн белгіленіп келеді. Яғни бұл күнде семинарлар көркемдестіріледі, лекциялар, онан кейін пал һәм палхаре өнімдері хақында көргізбелер көркемдестіріліп келеді. Демек, сол орында және бір нәрсені сұрасақ болады. Бүгінгі сіз жұмыс істеп отырған оқу дәргайында зооинженерия кафедрасында пал хәррешілігі қанегелігі бар. Ал ауыл қожалығы тарауында пал хәррешілігінен не мақсатте пайдаланылады? Тек қана өнім алу үшін емес, бәлкім басқа мақсатлерде де пайдаланатын шығар. Солар хақында көбірек мағлұмат айтып өтсеңіз. Біздің филиалымызда өзі қанегелестірілген, яғни ауыл қожалығына қанегелестірілген тарау болып, оның ішінде палхарешілік пән сипатында зооинженерия қанегелігінде тәлім бағдарында пән сипатында өтіп келінеді осы күнге шейін. Яғни біз теориялық жақтан берген білімдерімізді, яғни студенттеріміздің білімдерін бекемдеу мақсатында өзлерімізде көркемдестірілген палхаре ящиклері бар. Соларды әмели сабақларды алып баруға тырысамыз. Сол жерде мәселен әр түрлі реңде қожалықта қандай шөлкемдестірілген болса, біздің филиалымызда да территориямызда сондай палхаре ящиклері шөлкемдестірілген. Һәм бұның үшін директорымыз, филиалымыз директоры Әділбай Тілеповичқа өз мінетаршылығымды білдіріп өтемін. Бұнан тысқарыда біз енді сол студенттерді, яғни тәлім бағдарына, қанегелікке, яғни кәсібіне деген қызығушылығын арттыру мақсатында біздер сол палхарешілік бағдарында шөлкемдескен фермер қожалықтар бар. Сол жерлерде де амелият сабақларын барып өткеруге әрекеттеміз көбірек. Ол жерде енді студенттер өз көзлеріменен, мәселен, пал өнімі қалай алынады ұялардан, қалай бағылады, палхарелер қалай азықландырылады, солардың әр бірін, яғни палхарешілікте өзіне арнаулы аспап үскенелер бар. Соларды қолдануын өзлері көріп, ішінде қатынасып өтіп келеміз. Әмели сабақларды бұл өз кезегінде сол студенттердің сол несіне, қанегесіне деген мәселен өзінің несін қызығушылығын арттырып барады деген ойдамын. Әлбетте. Рахмет. Енді Зайнап апа, палхарелердің қандай бір пародалары бар, һәм олардың нәсілі затлары қандай? Мысалы үшін біздің шариғатымызға олар бір шыдамлы ма? Біздің климат шариғатымызға. Енді палхаре пародаларына тоқталатын болсақ, бізге тикарынан Германия мемлекетіменен бірге іслесу жолға қойылған. Сол Германия мемлекетінде қанегелер сол біздердегі шариғатымызға, яғни ыссы климат шариғатымызға масласқан палхаре пародаларын біздерге жеткеріп береді. Біздерде палхарешілер соларды біздің өзіміздің неміске республикамызға алып келіп, соларды өндіріп, бүгінгі күнге шейін пал алып келінбекті. Яғни бұлар Карпат, Карника, Бакпаст, Тикарынан осы пародалар біздердің климат шариғатымызға масласқан деп айта аламыз. Сол орында және бір сұрау келіп шығады. Палхарелер хақында болғаннан кейін біздің айны тек қана біздің табиғатымызда осы палхарелер ғана пал жинай алады. Басқа бір жәндіктерден айрықшалығы. Сонымен біргелікте бұл пал қалай алынады? Сонымен палхарелердің семья құрамлары қандай болады? Солар хақында мағлұмат берсеңіз. Палхарешілік өзі жеті хазиненің бірі деп бекар айтылмаған. Себебі инсаниятқа бір қандай да бір кеселік берілген болса, соның дауасы сипатында да бұл палхарешіліктің өнімлері, яғни пал өнімі дауа сипатында берілген деп ойлаймын. Өзім себебі палдың құрамында бірнеше макро һәм микро элементлер 70-ке жақын инсан денсаулығы үшін, саламатлығы үшін керекті болған витаминдер бар. Яғни кальций, фосфор, калий, магний элементлері де кеңінен ұшырасады. Ондан кейін жүрек қан тамыр кеселіктеріне де жүдә пайдалы. Ондан кейін тек қана пал өнімі емес, оннан тысқары прополис өнімі алынады, перга өнімі, гүлшаң, мом өнімлері де, хаттекі палхаре захары да медицинада ем сипатында кеңінен пайдаланылады. Онан кейін енді семьясының құрамына келетін болсақ, бұның палхаре шаңырағы өзі құрамалы бір түзілген болып,
есептелінеді. Бұнда мәселен ана пал харре, жұмысшы пал харре һәмде еркек пал харреден құралған. Бұлардың әр бірінің келіп шығу, яғни түзілісі, морфологиясы жағынан сол семьяда орылайтұғын жұмысы соған қарап бөлістіріледі. Яғни бұл ілімде полиморфизм деп айтылады. Яғни мәселен ана харренің қызметіне келетұғын болсақ, ана харренің ең бірінші түзілісі денесі 18-20 мм, ауырлығы 0,125 граммды құрайды. Олардың қанатлары денесін толық жауып тұрмаған келте болып түзілген болады. Олардың миы жақсы рауажланбаған болады. Олар ана пал харрелер тек вазипасы тұқым қою болғанлықтан олардың жынысы жақтан жақсы жетілген болып есептелінеді. Олар жұмысшы харрелерсіз 2-3 күн ғана жасауы мүмкін. Тек вазипасы тек жаңағы ұяда тек тұқым қою менен шұғылданады. Енді біз жаңа айтып өтірген пародаларымыз мәселен суткасына 1500-2000-ға шекем тұқым қою қабілетіне ие. Онан кейін екінші жұмысшы пал харрелерге келетұғын болсақ, жұмысшы пал харрелердің вазипасы дерлік сол шаңарақта 80-90% жұмысты орылайды десек те қателеспеймін. Себебі сол ана харренің өзін бағу, оның жаңағы тұқымларын, одан құртшаларын бағу, онан кейін сол шаңарақтағы климат шариатын бір темпте ұстау дейміз ғой. Сол онан кейін сырттан гүлшаңы, перга өнімдерін тасып, яғни сол құртшаларды азықландыру, һәмде керек болса, хаттекі сол ана пал харренің шығындыларын да сыртқа таситұғын вазипаларды атқарады, жұмысшы харре. Бұлардың дене түзілісі 12-14 мм-ді құрайды, 0,1 грамм салмаққа ие. Бұлардың миы жақсы рауажланған болады, қанатлары ұзын жақсы рауажланған болады. Бұлар себебі ұшуға, пал тасуға масласқан болғанлығы үшін. Онан кейін еркек пал харреге келетін болсақ, бұның вазипасы тек қана ана харрені ұрықландыру болып есептелінеді. Онан кейін оның ұяға былай қарағанымызда, рамкаларға қарағанымызда еркек пал харрені басқа харрелерден арқайын ажыратып алуымызға болады, себебі оның денесі ірілеу болады, жұмысшы харрелерге қарағанда 14-15 мм шамасы, ауырлығы да 0,2 граммды құрайды. Енді және бір қызықлы не айтып кетейін. Мәселен, бәхәрден басылап гүлшаңы тасып басылайды. Жұмысшы харрелер сөйтіп күзге шекем жаңағы гүлшаңы тасу менен шұғыланады. Онан кейін мәселен еркек харре ана харрені ұрықландырып болғаннан кейін басқа ешқандай вазипаны атқармайды. Сырттан келген жаңағы гүлшаңы, яғни таяр пал менен азықланатұғын несі бар да. Соның үшін уже сырттан келген гүлшаңы тоқтаған уақытта бұл жұмысшы харрелер күзде еркек харрені ұядан қуып шығаруына да тура келеді, сондай нелер жасады. Рахмет. Енді міне бүгінгі күнде зооинженері сол кафедрасында жұмыс алып барасыз. Бүгінгі күнде сол пал харрешілікті рауажландыру бағдарында бір оқу қолданбалары істеп шығылған ба? Ауа, оқу қолданбалары сол студенттердің еледе білімін асыру мақсатында, яғни жылдан жылға мәселен тәжірибелер, жаңалықлар, жаңа технологиялар алып кіріліп атырыпты ілімге, соларды қолданған халда сол пәллерге қосып, яғни сол студенттерге қосымша тәжірибесін, білімін арттыру мақсатында өзлеріміз Смағұл аға оқытушымыз кафедрамыздың сонымен бірге өткен жылы оқу қолданба істеп шығарып ұсынғанбыз. Енді бәрібір пал харрелер хақында болғаннан кейін қанеге сипатында сіз көбірек мағлұматқа ие шығарсыз. Мен де интернет тармақларында осындай бір фактілерді оқып қалдым. Сіз айтып берген жұмысшы пал харрелер өмірі давамында 6-8 ай жасауы мүмкін екен. Ал ана пал харрелер тек қана тұқым қою менен шұғыланады. Күніне жаңа сіз айтқанда 1800-ге шекем тұқым қою мүмкін. Олардың жасау мүддеті де 5 жылдан 3 жылдан 5 жылға шекем уақыт аралығында болуы мүмкін екен. Енді осы жерде сұрай жақ нәрсеміз, пал харрешілігі бойынша қанегелік бар деп айттыңыз. Айнысы пал харрешілікті демек бүгінгі күнде студенттеріңіз арасынан қанеге болып жетілісіп шыққан, ұстарауда жұмыс алып барып атқан жастар бар ма?
2024 жыл осы тарауды, пал харешілік тарауын біткеріп шыққан 5 дана студент жастарымыз өзлері сол фермер қожалығы шөлкеместіріп, сол жерде ең басламасы, ең бірінші сол 5 ящиктен алып баслап, бүгінгі күнде көп пал өнімін жетістіріп алып отырыпты деп айта аламын. Себебі біздерде олар амелият барысында, теориядан алған білімдерін амелият барысында көріп, олар таяр ханеге болып шықты деп сеніме айта аламын. Жаңағы айтқан мағлұматыңызға қосымша дұрыс айтасыз. Ана пал харе өзі 5 жылға шейін өмір сүруі мүмкін, бірақ бірінші, екінші жылы жақсы өнімдарлық береді. Онан кейін бірінші жылы ең көп тұқым қоятығын жылы болып есептелінеді. Екінші жылдан баслап уже кішкене тұқым қоюшылығы азайып, ол уже қартайып бастайды. Соның үшін біздің пал харешілеріміз оларды орнын таза ана пал харелерменен алмастырып отырады. Жақсы өнімдарлық алу үшін. Рахмет. Енді осы орында пал жетістіру бойынша жетекші мемлекеттер бар ма? Қызық сұрауда. Осылар хақында бір айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Дүния жүзінде өзі Европа мемлекеттерінде, оның ішінде Германия, айтып өткенім, Россия, Америка мемлекеттерінде пал жетістіру бойынша жетекші мемлекеттер есептелінеді. Біздің Өзбекстан республикамызда жетекші есептелінеді. Оны арқайын айта аламын. Себебі Ферғана, Андижан уәлаятларымызда жақсы пал харешілер, білімлі пал харешілеріміз бар. Солардан аналық жетістіріп, соларды өздерінен аналық шығарып, Россия мемлекеттеріне де пакет дейміз ғой, жаңағыдай соларды экспорт қылып отырыпты бүгінгі күнде. Рахмет айтамыз, Зайнап апа. Ерте таңнан студиямызға келіп, сол пал харешілік, палдың бір пайдалы тәреплерін ерте таңнан біздің телетамаша көйлерімізге айтып беріп жатырсыз. Әлбетте сіздің алдағы машақатлы һәм мақтанышыл жұмысларыңызда тасқын табыстар тілейміз. Студиямызға келгеніңіз үшін өз мінеташылығымызды білдіреміз. Әлбетте, рахмет. Ерте таңмен сізді студиямызда көргенімізден қуаныштымыз. Пал харелер хақында біз білген һәм білмеген көбірек мағлұматлармен таныстырып өттіңіз. Демек, Мұрат, білесіз, бүгінгі күнде елімізде har bir тарау жүдә бір жедел пәтпенен рауажланып жатырды. Әлбетте, ауыл қожалығының осы бір пал харешілік тармағы да бүгінгі күнде елімізде үлкен бір рауажлануларға себеп болып жатырды. Демек, айне осы бағдарда бізде таярланған hazır сюжет бар, соны біргелікте тамаша етсек.